Жоғары сот кеңесі мемлекет басшысының тапсырмасына сай судьялар корпусын жаңғырту мақсатында жұмыстарын жалғастыруда. 2021 жылғы желтоқсанда сот жүйесі қызметіне жоғары білікті заңгерлердің жедел кіру мүмкіндігін көздейтін заңнамалық түзетулер қабылданып, заңгерлік өтілі 15 жылдан асатын жекелеген құқық салаларындағы жоғары білікті мамандарды іріктеудің арнайы тәртібі белгіленді. Жоғары сот кеңесі 2022 жылы 5 мамырда аталған заңнама талабына сәйкес конкурстарды өткізу тәртібімен жоғары білікті мамандар қажет етілетін жекелеген басым бағыттардағы құқық салалардың тізбесін бекітті. Яғни мұндай салаларға салық құқығы, корпоративтік құқық, зияткерлік меншік құқығы, экологиялық құқық, жер құқығы, жер қойнауын пайдалану құқығы, қаржы құқығы жатады деп анықталды. Аталған салаларды бекіту барысында аталған құқық салаларында күрделі істер мен осы санаттардағы істерді қарайтын судьялар саны ескерілді. Ағымдағы жылдың 27 қаңтарында жоғары сот кеңесімен жекелеген басым бағыттардағы құқық салаларына қажетті жоғары білікті мамандарды іріктеуге арналған конкурс жарияланды. Аталған іріктеу облыс соттар судьяларының келесі бос орындарына: Астана қаласының, Ақтөбе, Алматы, Шығыс Қазақстан және Ақтөбе облыстарының соттарында бір бос орындарға, Алматы қалалық соты, Ақмола және Ұлытау облыс соттарында 2 бос орындарға жарияланды. Конкурсқа барлығы 17 үміткер құжаттарын тапсырды. Алайда оның ішінде 11 үміткердің заң талаптарына сәйкес еместігі анықталды. Атап айтқанда, үміткерлердің заң талаптарына сәйкес еместігіне олардың заңгерлік саласында 15 жыл еңбек өтілінің болмауы, аталған құқықтардың тиісті салалары бойынша еңбек өтілерінің болмауы, сондай-ақ тиісті құжаттардың толық топтамасын ұсынбау негіз болды. Астана және Алматы қалалық соттарының бір судьялық лауазымына 2 кандидаттан, Ақмола, Ақтөбе және Шығыс Қазақстан облыс соттарының судьялық лауазымына 1 кандидаттан үміткерлер болды. Ал Алматы, Абай және Ұлытау облыс соттарының судьялық лауазымдарына үміткерлер болған жоқ. Үміткерлер конкурсқа қатыспас бұрын өз өңірлеріндегі облыс соттар жанындағы қоғамдық қайраткерлер, заңгерлер қауымдастығы, бұқаралық ақпарат құралдары және отставкадағылар судьялар өкілдерінен тұратын қоғамдық кеңестердің қорытындыларын алған. Содан соң кандидаттардың мәліметтері облыс соттарының жалпы отырыстарында қаралып, ұсыныстары берілді. Сонымен қатар жекелеген басым бағыттардағы құқық салаларына қажетті жоғары білікті мамандарды іріктеуге арналған конкурсқа қатысушы үміткерлер судьялық лауазымға жалпы негізде қатысатын үміткерлерге арналған 5 кезеңнен тұратын біліктілік экзамендерінің тек қана 2 кезеңінен, яғни психологиялық зерттеу және кейс есептерін шешу кезеңдерінен өтті. Содан соң жоғары сот кеңесі мүшелерімен сұхбаттасуда үміткерлердің қарым-қабілеттері бағаланды. Сонымен қатар үміткерлер туралы мәліметтер жоғары сот кеңесі сайтында жарияланып, олар туралы қоғамдық пікірлер зерделенді және әлеуметтік желілер мен бұқаралық ақпарат құралдарындағы үміткерлер туралы мәліметтерге мониторинг жүргізілді. Сондай-ақ жоғары сот кеңесі мүшелерімен әрбір үміткердің судья лауазымына тағайындауға кедергі келтіретін мәліметтері, мысалы әкімшілік құқық бұзушылық жасауы сияқты зерделенді. Осы кезеңдерден соң ғана үміткерлер судьялар, адвокаттар, прокуратура және академиялық қоғамдастық өкілдерінен тұратын конкурстық комиссияның отырысында қаралды. 2022 жыл 5 қарашада конкурстық рәсімдер жариялық жағдайында, яғни онлайн трансляцияны өткізу жөнінде заңнамалық түзетулер енгізілген. Осы өзгерістерге сай 2023 жыл 13 сәуірде жоғары сот кеңесінің кезекті отырысында судьялық лауазымға тағайындауға ұсынылған кандидаттар туралы мәліметтер алғаш рет онлайн трансляция кезінде ашық түрде жарияланды. Нәтижесінде Астана қаласының сотына Айтбай Жанар Азаматқызы, Алматы қалалық сотына Нұршанов Тимур Болатұлы, Шығыс Қазақстан облысы сотына Неверова Ирина Валерьевна ұсынылды. 8 бос судья лауазымдарына орналасуға арналған конкурс лайықты кандидаттардың болмауы себебінен өтпеді деп танылды. Айтбай Жанар Азаматқызы, жасы 39-да, қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің Ақтөбе қаласындағы өмірлік өкілдер басқармасының басшысы. Заңгерлік өтілі 16 жыл. Кандидаттарды іріктеу барысында оның қаржы құқығы саласында 10 жылдан астам еңбек өтілінің болуы ескерілді. Сондай-ақ 2020-2022 жылдар кезеңінде Айтбай Жанар Азаматқызы микроқаржылық, коллекторлық және сақтандыру салаларындағы заң тұлғалар таратуға байланысты даулар бойынша мемлекеттік органның өкілі ретінде 20-дан астам сот процестеріне қатысқан. Нұршанов Тимур Болатұлы, 40 жаста, заңгерлік өтілі 17 жыл, корпоративтік қаржылық және жер дауларына сондай-ақ зияткерлік меншік құқықтар саласында маманданған. Кандидаттарды іріктеу барысында оның корпоратив және қаржылық құқық саласында 14 жылдық, жер құқық саласында 10 жылдық және зияткерлік құқық саласында 7 жылдық еңбек өтілдері ескерілді. Нұршановтың жер даулары мен зияткерлік меншікке байланысты даулар санатында сот процестеріне қатысқан. Қазақстан қаржыгерлер қауымдастығының алаңдарында корпоратив саладағы өндіріп алу секторының қызметкерлері үшін дәрістер өткізеді.
Батабанк, Казкоммерцбанк, Халық банкі жөніндегі банктерді интеграциялау процестеріне және кепілді жер учаскелерінің өндіріп алу өндірістерін ұйымдастыруға қатысқан. Ірі құрылыс холдингтерінің банкроттық рәсімі шеңберінде жиынтық портфелі 1 миллиард ақш долларынан асатын өндіріп алу процестері бойынша жобалық топтарды басқарған. Неверева Ирина Валерьевна, жасы 42-де, Шығыс Қазақстан облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаментінің заң басқармасының бас маманы. Заңгерлік өтілі 17 жыл. Салық дауларына маманданған және аталған даулар бойынша сот өкілі ретінде сот процестеріне қатысқан. Кандидаттарды іріктеу барысында салық саласында 12 жылдан астам еңбек өтілінің болуы ескерілді. Сондай-ақ 2020-2022 жылдар кезеңінде салықтық тексеру актілеріне дау айтуға байланысты даулар бойынша мемлекеттік органның өкілі ретінде 16 сот процесіне қатысқан. Қорыта келе, іріктеу барысында судьялық лауазымға лайық тұлғалар ретінде ең жоғары балл жинаған үміткерлер қарастырылғанын қаперіңізге беріледі. Атап айтқанда үміткерлердің бекітілген құқық салаларында жеткілікті тәжірибелерінің болуы, қоғамдық кеңестер мен пленарлық отырыстардың пікірлері, сондай-ақ жұртшылық пен заң қоғамдастығының пікірлері ескерілді. Ұсынылған кандидаттар жақын арада негізгі жұмыстан босатыла отырып, облыс соттарда 1 айлық тағылымдамадан өтеді. Содан соң олар қандай да бір кедергілер болмаған жағдайда судьялық лауазымға тағайындалады.